Ассалаумағалейкум достар, қош келдіңдер менің каналыма. Менің каналым Геодезия. Міндетті тіркеліп лайкты басып отырамыз. Қадірмен достар, бүгінгі біздің сабағымыз, яғни командная строка дейді, яғни командная строканы көп адамдар қолданады, өйткені тек қана командная строканы жоғары жақтарына ғана қолданады. Және де бізде поискты командная строка дегенді көп қолданбайды, сондықтан жиі қолдану үшін осы сабақты көрсететін боламын. Бұл сабақпен, яғни командная строкамен тез жұмыс жасауға болады. Қадірмен достар, мінекей қазір круг дегенді таңдаймыз, кругты аламыз, командная строканы, яғни басамыз, радиусты примерно 200 дей салайық. Мінекей достар, келдік. Енді бұл командная строкамен, яғни бұл кругты бізге қазір яғни зеркало қылу керек, яғни ол үшін бұны белгілейміз. Сосын редактировать дегенде зеркало деген бар. Яғни әр командная строкаға апарған кезде олардың характеристикасы және командная строкада названиясы қалай екенін, яғни астыда көрсетіп тұрады. Зеркало деп жазылады бұл жерде. Яғни осыны таңдап аламыз, және де басамыз бір точканы, келесі точка таңдалып тұр. Яғни келесі точканы басқан кезде, яғни ол қалады. Бізде сұрайды, удалить исходный объект дейді бізде, яғни егер де біз да десек, онда біздегі таңдаған кругымыз өшіп қалады. Егер нет десе, ол қалады. Допустим, біз да дейміз. Мінекей өшіп қалды. Сіздерге қайта көрсетіп жіберейін. Мінекей белгілейміз. Зеркаланы аламыз, басамыз, мінекей басамыз. Бізге нет дейміз, яғни екеуі де қалады. Достар, енді бұл біз командная строканы жоғары жағына таңдап өте көп уақыт кетіреміз. Сол үшін достар, сіздерге оңай жолын көрсетемін. Өйткені командная строкаға, яғни белгілейміз, яғни зеркало деген, және зеркало деген жазып қаламыз. Мінекей зеркало деген шығады, соны басамыз да, басып, яғни өстіп қалдыра салуға болады. Өйткені ол өте оңай жолы, жұмысты тездетуге болады. Және де достар, қазір мінекей өшіріп тастайық. Кез келген командная строканы ала беруге болады. Допустим, отрезок деген алсақ, отрезок командная строка апарсақ, ол отрезок деп шығып тұрады. Яғни бізде командная строка отрезок деп, қазір треугольник сызып алайық. Бұны белгілейміз. Отрезокты мына командная строканы іздесең, бізде қазір автокадта от деп тұрады. Отты деп жазсақ, яғни отрезок деп шығады. Жақсының ішінде отрезок деп тұр. Және тағы да отменить, открыть, осыған байланысты көп. Сондықтан егер де біз басқа да, допустим, кез келген тағы да алайық, поворот дегенді алайық, бұны белгілеп алайық. Командная строкаға жазамыз, поворот деп. Повернуть деп алайық, яғни бұны қазір треугольникті бізге 90 градусқа бұру керек. Сол үшін біз 3 әріп жазғаннан кейін бірақ шығады, повернуть деген. Сол үшін достар, сіздерге жеңіл жолын үйретемін, өйткені бұны мен өте көп уақыт кетеді. Яғни автокадта көп жұмыс жасайтын болсаңыздар, осымен тезірек пайдаланып жұмысты үнемдеуге болады. Ол үшін достар, қараңыздар, командная строкада жоғары жағында управление деген тұрады. Управление басамыз. Управление басқаннан кейін редактировать дейді. Соны басып, яғни ішіне кіреміз. Кірген кезде мен достар, бағанағы командная строканың барлық қысқартылған түрлері қараңыз. ЗП дейді, яғни БА, база. БА деп терсек, база деген шығады. Сол жақты барлығы шыға береді. Мінекей, сол үшін сіздерге қазір оңай болу үшін жәнегі 3 әріпті жазып жатпай, бізге тек қана 2 әріпті жазсауға болады. Допустим, ПП деп жазсауға болады. Өтірді қоямыз. Осылай жазып аламыз, зерушканы басамыз да, жәнегі повернуть дегенді жазып аламыз. Енді интерді басамыз. Достар, мінекей басамыз да, сохранить дейміз. Енді бізге автокадты перезагрузка жасау керек. Автокадтан шығамыз. Нет. Мінекей достар, перезагрузка жасадық. Қазір главныйға барамыз, отрезокты таңдаймыз. Яғни осылай сызып алайық. Енді қараңыздар достар, және біз ПП деп повернуть деген сақтадық. Енді ПП деп екі рет басқасақ, жаңағы біздің повернуть дегеніміз шыға келеді. Көрдіңіздер ме? Басамыз да, белгілейміз да, интерді басып қаламыз да, қалай керек, қандай градусқа бұруға болады, соны белгілей береміз. Достар, мінекей бұл өте керек сабақ, өйткені жұмыс болғаннан кейін жұмыстың уақытын азайту үшін осы командная строканы қолданамыз. Міндетті түрде осы командная строкамен жұмыс жасаңыздар.
Қадірменді достар, бүгінгі сабағым осы. Сабағым сіздерге пайдалы болады деп ойлаймын. Келесі сабақта жүздескенше қоштаспаймыз. Сау, сәлеметте болыңыздар.